Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліпби 72-ші сабақ не үйрендім, не білдім деген сабақты қарастырып жалғастыратын боламыз. Не үйрендім, не білдім сабағы. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қайсысы ұқсас, сәйкестендір, айтылуы мен жазуын салыстыр. Бірінші берілген сөздерге назар аударайық. Үтік және күшік. Сол жақтағы суретке назар аударайық. Ол ішік деп аталады. Ол бізде киімге жатады. Екінші суретке назар аударайық. Етік бейнеленген. Етік сөзі үтік сөзіне ұқсас. Сәйкестендіретін болсақ, күшік сөзі ішік деген сөзге сәйкес. Үтік сөзі етік сөзіне ұқсас. Ал буынға бөліп көрейікші. Күшік екі буын, ішік екі буын. Екінші буындары сәйкес. Үтік екі буыннан тұрады, етік екі буыннан тұрады. Екінші буындары ұқсас. Екінші мысалға назар аударайық. Толықтырып айт. Бірінші суретке назар аударайық. Кішкентай қыз өлең айту үстінде. Өнер көрсетуде. Суретті толықтырайық. Ол өнерпаз қыз. Ол әнші. Екінші оң жақтағы суретке назар аударайық. Олар жұлдызды әншілер, немесе олар дуэт орындаушылары деп қойсақ болады. Дуэт дегеніміз екі адамнан құралған орындаушылар. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Ұйқасын тап. Үні ғажап дүлдүл, бақта сайрар бұлбұл. Құйрығы оң қарыс, бұл айбатты жолбарыс. Балалар сөзді екі суретке қарап, берілгеніне қарап таптық. Бірінші суретте бұлбұлдың суреті, екінші суретте жолбарыстың суреті бейнеленген. Балалар, бүгінгі сабақ қызықты және түсінікті өтті деген ойдамын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса, сіздерді келесі сабақта күтеміз.